Саламатсыздар ма, кайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Марал ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Хош көрдік, Ұлдана ханым. Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз әйелдердің денсаулығы туралы болмақ. Нақтырақ айта кеткенде 50 жастан кейінгі әйелдерде туындайтын өзгерістер туралы сөйлесетін боламыз. Ұлдана ханым, бұл қозғап отырған тақырыбыңыз өте ауқымды, сондай бір өте керекті тақырып деп ойлаймын. Және дәл түсіп отырғаныңыз, менің жасым қазір 50-де, дәл қазіргі мезетте осы жағдайлардың барлығы, мүмкін сіздерде болып жатқан жағдайлардың барлығы менде де болып жатыр. Сондықтан да мен өзімнің жеке тәжірибемнен айтып беріп бөлісе аламын сіздермен. Егер де осы әйел адамның денсаулығы негізі кішкене ер адамдарға қарағанда ерекшеленеді. Біз енді нәзік жандымыз, біздің өзі кішкене тақырыбымыз өте ауқымдырақ, өте үлкенірек тақырып та бізде. Біздің гормондарымызда анағұрлым ер адамдарға қарағанда өте артық болады. Бірнеше гормондарымыз артық, және 40 жанды деп те бізді бекер айтпайды, иә. Себебі біз бала табамыз, өмірге бала алып келеміз. Сондықтан да әйелдің денсаулығына күтімді басынан сол 30-40 жасқа таяған кезде, осы 50 жаста сондай бір келеңсіз жағдайлардың болмауын біз сол кезден бастап алдын алып өзімізге қарау керекпіз. Енді бұдан жалпы 50 жастан кейін өмір бар ма деген, өмір жоқ деп кейбір адамдар сондай бір депрессивный состояние кіріп жатады. Оны мен айтар едім, жоқ, өмірдің бәрі 50 жастан кейін басталады. Өмірдің бүкіл қызығының бәрі 50 жастан кейін. 50 жасқа дейін қалай жас, әдемі болып жүрсек, 50 жастан кейін де дәл солай жүруге болады. Оған көмекке бізде мына Нутрилайт компаниясының әйелдер гармониясы көмекке келеді. Себебі біздің етеккір тоқтаған кезде мына эстроген деген гормондар болады әйел адамда. Солардың күрт саны төмендеп кетеді. Ол бізді, әйел адамдың негізгі қорғаушысы ол эстроген гормондары. Ол давлениеден, жүрек ауруларынан, нерв жүйесінің ауруынан, бүкіл нәрседен, бүкіл пәледен бізді қорғап тұрады жас кезімізде. Біз сол эстрогендердің қорғауында боламыз. Ал енді эстрогендердің күрт төмендегеннен кейін бізде уже сондай бір қатерлі кезең басталады. Нерв жүйесі тозу, кішкене шаршаңқылық өзіңізде сезесіз. Отырып, аяқ асты бір тер бұрқ ете қалады. Аяқ асты бір денеңіздің қызып, особенно кеудеден жоғары қарай қызу пайда болады адамдарда. Одан кейін аяқ асты өзіңізден өзіңіз тоңып, аяқ қолыңыздың мұздап, қан дұрыс айналмай қалып. Одан кейін қан қысымының бірде жоғарылап, бірде төмендеп кетуі, сүйектердің, буындардың қақсауы, түнде ұйықтаған кезде дұрыс ұйықтай алмау. Ұйықтап жатасыз, бірақ ұйқыңыз терең болмау, терең ұйқыға кете алмау, жатқаннан тез ұйықтап қалмау, түнде мысалы сағат 3-3:30 кезінде оянып алып, әрі қарай ұйықтай алмай қалу. Сондай бір келеңсіз жағдайлар әрбір әйелдің басынан. Әркімде әрқалай өтеді, но жалпы соның ішінде 2-3 симптомы әрбір әйелдің басынан өтеді. Сондықтан енді соның алдын алу үшін мен осы препаратты өзім қолданып жүрмін. Мынаның ішінде әйелдер гармониясы деп аталады. Тікелей әйелдің денсаулығына байланысты. Бұның ішінде 120 капсула болады. Капсулалары кішкентай ғана сүп-сүйтіндей қара капсулалар, мінекей осындай. Күніге 4 капсулаға дейін ішуге болады. Бұл қара түсті, себебі бұл май тұрысымен омега-6 майларынан жасалған майдың ішіне экстракттар қосылып жасалған. Сондай ағзаға кереметтей жақсы жұмыс жасайды. Енді бұның ішінде компоненттеріне тоқтайтын болсақ, 2 түрлі май. Бұл примула вечерняя, өкінішке орай мен енді қазақшасын таба алған жоқпын. Примула вечерняя и масло бурачника. Бурачник деген огуречная трава деп айтылады екен. Сол осы 2 май. Бұның ішінде полиненасыщенный, қанықпаған май қышқылдары бар, омега-6 қышқылдары бар. Осында 2 экстракт. Бұл не береді бізге? Бұл біздің эмоционалды
жаңағы состояниемізді дұрыстайды. Біздің ағзамыздағы прогестерон, эстроген, андрогены, эстрадиолы, осындай неше түрлі гормондардың барлығын жаңағы тепе-теңдігін қалыптастырады. Тағы да бұл давление, қан қысымын жаңағы төмендетуге, төмен түсіп баратқанды жоғарылатып қалыптастыруға көмектеседі. Одан кейін тағы да бір жағдай, енді айта кетпейік, медицинада ұят деген енді ұлы сөздің ұяты жоқ. Негізі қынаптың құрғап кетуі сондай жағдайларда болады да. Сол кезде мына масло примулы вечерний, сол кәдімгідей ылғалдайды. Одан кейін әйелдегі құштарлықты кішкене арттырады. Себебі енді бұл жағдайлардың барлығы әйел адамның басында бар жағдайлар. Бұдан бөтен бұның составында тағы да китайский дудник деген шөп қосылған екен. Бұны Қытайда неше ғасырлар бұрын осы әйел адамның денсаулығына байланысты осыны қолданған екен. Негізі халықтың былай атайды екен оны. Әйелдер жіншен деп айтады екен. Жіншен деген ол өмір деген сөз, өмір жаңағы. Сонда мынау әйелдердің өмірі деген сөз. Әйелдік өмірін ұзартатын нәрсе. Одан бөтен витекс священный. Бұл да жаңағы қан қысымын тепе-теңдікте ұстап тұрады, қанды жақсы айналдырады. Мына малый таз деп айтады. Малый тазда бізде жатыр орналасқан, біздің яичниктеріміз орналасқан, бүйрек үсті безі бар бізде. Бүйрек үсті безі надпочечники деп айтады. Соның жұмысында жақсылайды. Негізі ұйықтай алмай қалу бұл надпочечниктің шаршауынан да болады. Енді бізде мына яичнигіміз эстрогенді бөлмеген кезде оны надпочечник бөле бастайды да. Ал егер сіздің надпочечнигіңіз шаршаңқы болатын болса, уже оған да кішкене нагрузка түседі. Сондықтан да бұның ішіндегі жаңағы витекс священный, надпочечник бүйрек үсті безінің жұмысында сразу жақсылап, сонда корректировка жасайды. Сондықтан бұл барлығы өте сондай бір жұмылып жұмыс жасайтын нәрсе да. И бұдан бөлек, тағы да бұдан бөлек, бұл зәйтүн майы да қосылған бұған. Аз мөлшерде бірінші жаңағы холодный отжим дейді, суық сығылған бірінші сығындысы зәйтүн майының сол қосылған. Одан бөтен лецитин қосылған. Лецитин деген негізі жүрек қан тамырларына, миға өте жақсы, әйел адам денсаулығына өте қатты жақсы әсер ететін нәрсе бұл лецитин. И бұл жерде соевый лецитин. Бұл өте жоғары бағалы. Шемішкен лецитиніне қарағанда соевый лецитин намного өте бағалы, құнды. Бұл лецитин тағы да бұл майлы болғандықтан бұған сіздің өт қалтаңыздың дұрыс жұмыс жасауы өте маңызды. Сондықтан лецитин не істейді? Өтті сұйылтады. Өттің дұрыс дамуын қамтамасыз етеді. Көрдіңіз ба? Бұның каждый жаңа компонентіне, препараттың каждый компонентіне өте көп көңіл бөлінген. Бұның үстінде қаншама профессорлар, қаншама жаңағы ғылыми жұмыстар жатыр да, бұны просто так сізге шығарып бере қоймаған. 20 жылдық, 30 жылдық рандомизированный кәдімгідей исследование өткізіп барып, адамдар бұны жануарларға тексермейді, адамдарға ішкізіп барып, содан результат көріп, нәтиже көргеннен кейін барып, бізге готовы осыны беріп отыр. Тағы сұрағыңыз бар ма? Осы әйелдер гармониясын қай уақытта қолданған дұрыс? Дұрыс, өте орынды сұрақ. Бұны қалай ішем дегенде, бір құтысы бір айға жетеді. Ішінде 120 капсуласы бар. Мен өзім ертеңгісінгі тамақпен бірге 2 капсуласын ішем, кешкі тамағыммен бірге 2 капсула қолданамын. Енді бұның бір кішкене айтып кететін жайт, бұның ішінде кішкене имбирь бар, сондықтан кішкене кекірген кезде имбирдің дәмі келуі мүмкін. Одан қорқып қажет жоқ. Имбирь керісінше адамның давлениесін, қан қысымын қалыпты жағдайда ұстап тұрады и қанды жақсы айналдырады. Негізі біздің жаңағы жатыр, біздің мочеполовая система, жыныстық органдарымыздың барлығында кішкене анандай застойный явление болуы мүмкін да, ол миомаға алып келуі мүмкін, қан дұрыс айналмай, ана жерде энергия кішкене тоқтап қалып, сондай застойный явление болатын болса,
эндометриоз, кистозный явление болуы мүмкін. Денеде әртүрлі мынандай тығыз уплотнение деп айтамыз, тығыз сондай бір жаңағы доброкачественный, злокачественный образованиелердің алдында алады. Тағы да мастопатия болған кезде, мына төсте омыраудан дұрыс шығармай қалады кейде балаларды, кейде суық тиіп атады. Соның барлығына өте жақсы әсерін тигізеді. Солардың бәрін бір-екі флакон ішкен кезде сондай өзгеріс сезіледі. Кистаны біздің практикамызда болған киста, мастопатия дегендерді, эндометриоз дегендермен кішкене начальный стадиясында өте жақсы көмектеседі. Бүгін керемет ақпарат бердіңіз бізге. Үлкен рахмет. Көрермендер көреді деп ойдамын. Енді осы ақпаратым сәл де болса, сіздердің өміріңізге бір сәл де болса бір жеңілдік тудырса, менің енді қуанышым шексіз. Әйел адамдар әрқашанда әдемі, әрқашанда кожаңыз жылтырап, бетіңіз жылтырап, әп-әдемі қалпыңызда өзіңіздің көңіл күйіңізді өзіңіз көтеріп, әрқашанда деніңіз сау, мықты, сүйкімді де сүйікті болып жүруіңізге тілектеспін. Рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.